Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін біз сіздермен осындай керемет дәмді болып шығатын, ешқандай бояусыз, сиропсыз, фисташкалы торт жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, істеп көріңіздер үйде. Алдымен фисташковый пастамызды салып, қоспамызды дайындап аламыз. Фисташкалы пастаның үстіне сүтімізді құямыз. Оны кішкене араластырамыз. Кішкене араласа бастағанда үстіне сұйытылған сары майымызды құямыз. Осы үш қоспаны бір-бірімен өте әдемілеп араластырамыз, бір-біріне сіңіскенше, міне осындай сұйық масы пайда болғанға дейін. Одан соң бисквитімізді дайындауға кірісеміз. Алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын бір-бірінен бөліп аламыз. Ағын құятын ыдысыңыз міндетті түрде құрғақ болуы тиіс, және де ақтың үстіне сарысы жұмыртқаның араласып кетпеуі керек. Осылай барлық жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп алғаннан кейін ағын бөлек миксерлеп, үстіне жалпы қантымыздың жартысын салып миксерлейміз. Жұмыртқаның ағы мен қантты миксерлеген кезде ол толықтай плотный масса болғанға дейін миксерлейсіздер. Міне осындай миксерді алып қараған кезде құстың тұмсығы сияқты болып тұруы тиіс. Бұған шамамен 5-7 минуттарыңыз кетеді. Міне осындай құстың тұмсығы сияқты болып тұруы тиіс. Және де ыдысыңызды төңкергенде ештеңе қозғалмау керек. Бізде меренгіміз дайын. Енді жұмыртқаның сарысын миксерлейміз. Оның үстіне бағана қалған жарты қантымызды салып, әр қарай миксерлейміз. Міне осындай көлемі 2-3 есеге ұлғайғанға дейін және түсі ағарғанға дейін миксерлейсіздер. Одан соң бағана дайындап қойған фисташкалы қоспамызды құямыз. Әдемілеп құйыңыздар. Және әрі қарай осы қоспаны миксерлейміз. Барлық ішіндегі қосындылар бір-бірімен араласқанға дейін біртекті болып. Одан соң үстіне ас содасын салып араластырамыз. Міне дайын болған массамызды жұмыртқаның ағының үстіне құямыз. Және оны қасықпен немесе лопаткамен, күрекшемен осылай төменнен жоғары қарай араластырамыз. Қатты үстінен басуға болмайды, себебі жұмыртқаның ағы піш болып қалуы мүмкін, ауа шығып кетуі мүмкін, точнее. Енді ұнымыздың жартысын салып, әрі қарай араластырамыз, төменнен жоғары қарай. Әйтпесе бисквитіміз көтерілмей қалады. Одан соң келесі жартысын салып араластырамыз. Барлық масса біртекті араласқанға дейін осылай араластырасыздар. Міне бізде осындай консистенциялы қамыр дайын болды. Енді оны формамызға құямыз. Қызып тұрған пешке 170 градусқа 45-50 минутқа пісіріп аласыздар. Одан соң кремімізді дайындаймыз. Бисквитіміз пісіп жатқан кезде салқын кілегейдің үстіне қант ұнтағын салып миксерлейсіздер. Екі қоспа араласып болған кезде, көпірши бастаған кезде үстіне сүзбелі ірімшікті салып, осылай алдымен міндетті түрде араластырып алыңыздар. Миксерді қоспай жатып, әйтпесе кілегейді шашыратып жібереді жан-жағына. Міне арасында осылай миксерлеп, арасында араластырып, толық қою масы болғанға дейін осылай миксерлейміз. Шамамен 4-5 минут уақыт кетеді бұған. Одан да аз кетуі мүмкін. Міне көрдіңіздер, осындай крем пайда болды. Бұны кондитерлік мешоктарға салып дайындап қоямыз тортты әсемдеуге. Бисквитіміз піскеннен кейін шпажка тауып қараңыздар. Міне бисквитіміз пісті, шпажкаға ештеңе жағылмаса. Одан соң формадан ала бастаймыз. Егер формаңыздың асты жоқ болса, мен сияқты осылай фольга төсесеңіздер болады. Және де жабысып қалмас үшін формаға мен пергамент қағазын төседім. Көрдіңіздер, тез алынады, қағаздан да, фольгадан да, және биіктігі осындай керемет болады. Одан соң 7-8 сағатқа қойып қойыңыздар бисквитті толық орнығу үшін. Толық орнығып болған бисквитті қалауларыңызша бөліп алыңыздар. Мен 3 бөлікке бөлдім, бірақ бұл биіктіктен 4 бөлікке де бөлуге болады. Міне осындай бізде 3 корж шықты. Сіз 4-ке бөлсеңіз де болады. Енді тортымызды жинай бастаймыз. Ол үшін астына бірінші коржыңызды саласыз.
және де кремді осылай домалақтап жағып шығып, оны тегістеп аласыздар. Ең беті тегіс астыңғы жағында, піскен кезде астыңғы жағында қалған коржды да алып қалыңыздар, иә. Сол кезде беті әдемі болып шығады торттың. Міне екінші корждан кейін крем жағып, әдемілеп бір тегістеп аламыз. Және де мен бұнда конфитюр қолдандым. Біз неде қатты тәтті жемейтін болғандықтан бір-ақ қабат осылай конфитюрді бір ғана линейка жүргіздім. Сіз осы барлық кремнің ортасына жағып шықсаңыз болады өз қалауыңызша. Мен міне бір ғана линиямен ары қарай крем толтырдым арасына. Осының өзі өте дәмді болып шығады тортта. Міне осылай әдемілеп тағы да тегістеп шығасыздар. Конфитюрдің жан-жағына бортиге кремнен жасауды ұмытпаңыздар, жаңа мен жасағандай. Тегістеліп болғаннан кейін бетіне соңғы коржымызды саламыз. Бұл коржа менде табада піскен кездегі түбінде тұрған беті, иә. Міне осылай үшінші коржымызды салғаннан кейін жан-жағын енді әсемдей бастаймыз тегістеп. Міне жиектеріне әдемілеп кремдерімізді жағып шығыңыздар. Мына тесік қалып қойған жерлеріне әдемілеп крем жағып шығыңыздар. Сол кезде әдемі болып тегістеледі. Енді шпательді доскаңызға 90 градуста қойып алып, столикті айналдырып отырасыздар, иә, доскаңызды. Міне осындай тегіс болып шықты. Енді бетін тегістейміз. Бетіне де кремді осылай домалақтап жағып шығып, әр қарай тегістейміз. Ең ұзақ алатын осындай тегістеу. Міне бізде осындай әдемі торт шықты. Биіктігі өте биік, диаметрі 22 сантиметрден көп, где-то 23 сантиметрде болады, өткен бисквиттің өзі 22 сантиметрлік. Мұны қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Бізде осындай керемет торт шықты. Үйде міндетті түрде істеп көріңіздер. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын. Мен қазір сіздерге торттың кескендегі бөлінісін көрсетемін. Өте әдемі болып шығады. Міне осындай бір кусогының көрінісі. Ас болсын.